Екінші тапсырма. Енді өрмекші әдісін пайдаланып Колорадо сайтында электр тізбегін құру. Енді тапсырма үстіртті пайдаланып, артықтыны пайдаланасыз, тізбек құрасыз, және құралды тиімді пайдаланып көресіз. Электр тізбегін әртүрлі әдіспен қазір көрді. Бұл жерде шығармашылық жұмыс болғандықтан өздеріңіз білесіздер, қандай қалай құрастыруларыңыз керек. Тізбегіміз не істеп кетпеу керек? Артық болып кетпеу керек. Бұл жерде бірыңғайлысы көруге болады, қаншалықты жаңғайлар. Оған ешкім қосылған жоқ па? Өте жақсы болды, мына екі оқушының өте жақсы жазды. Қайсысы? Қазір айтасың. Мен Қошбек. Өте тамаша, жақсы. Вольтметрден көрсетуі. Жоқ, қосып қой. Жақсы. Кімдікі шықпай қалды? Бәріміз шықты ма? Қане, жаңғандан көрсетіңдер. Қазір екі шоқ сөз берейін, бәріміз бітті ме? Кімде болмай қалды? Светтер жанып жатыр. Қане, айжан. Ане, жарқырап тұр жұлдыздар. Қазір жақсы. Жақсы жасаған. Жанды ма сендердікі? Сіздерді кішкене жанбай қалды ғой мына оқушылар. Жанды ма? Әне жандырып жіберген. Мына екі оқушысы. Дияс. Екі Дияс. Ал жалғаныңызды тез. Кішкентай қарайын, ал жарайды. Сіздердің нелеріңіз аз Предохранитель қойса, предохранитель жанып кетіп лампочка. Лампочка. Он өте. Лампочка деп ойлап қойсам жанып кетеді ғой. Апай. Келесі бар. Міне, доказательство. бәріміз де жанды. Жарайсыңдар. Екі Дияс жандыра алмады. Екі Дияс Жарайсыңдар. әлі жұмыс істеуге уақыт бергізейік. Қалған оқушылар енді. Кім өзінің несін тізбегі туралы айтқысы келіп тұр? Оқушылар. Кім айтқысы келіп тұр өзінің тізбегі туралы? Кім айтамыз? Ал айтауға бастайды. Біз мұнда өткізгіш арқылы батареяға өткізгіш жалғап, оны ары қарай лампаға жалғадық. Яғни батареяның күшін 32 вольт қылып қойдық. Сол лампамыз жанды. Біз кедергісіз жасадыңыздар. Жақсы. Ал айтыңыз. Мына тізбекте Қаттырақ айтайын. мына тізбекте мен ең Оқушылар тыныш. батареядан 40-ке дейін өткізгішсіз қоса салдым. Батареяның кернеулігі 20 вольт, ал
ал кедергінің 120 кедергісі. Содан кейін кедергіден кейін мен 33-пен жалап лампочкаға қостым. Лампочканың ток күші 192 ампер болды. Апай біз 5 лампаны тізбектей жалғадық. Сосын батареяны ойын көбейтіп жүзгіге апардық. Ол жарықты сақтырақ жағу үшін, ал тез жүру үшін, тізбекте жүру үшін біз резисторды жалғадық. Резистордың азайтқан кезде ол тезірек жүретін болады. Резистордың көрсетуін азайтқанда, иә, ол тезірек жүреді. Ал батарея 101 вольт болды. 101 вольт болды. Жақсы, бәрімізде енді көп оқушыларға әрқайсыңызға сөз бергім келіп тұр, бірақ та уақыт шектеуді айта қоялық. Атыңыз кім? Әлібек Алайқа ғой. Сіздікі де ерекше болыпты. Біз қуатты батарея алдық. Оның қуаты 2500 вольт. Және де 10 ампер, 2,18 ампер. Біз жаңғанда біз және кедергі қойдық.